Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бар жоғы сіздердің 15-20 минут қана уақыттарыңызды алатын, үй жағдайында дайындалатын хачапури дайындаймыз. Таңғы асқа өте дәмді, бір жасағаннан шығатын, үйдегі бар заттардан жасалынатын хачапури. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттар менде көз мөлшермен, бірақ 250-300 грамм аралығында ұн кетеді. Және де 3 ас қасық май, қопсытқыш, 300 грамм айран, 1 жұмыртқа. Және де начинкасына сулугуни сыр, дәміне қарай тұз, 1 жұмыртқаны қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді қамырын дайындайық. Алдымен 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық қантымызды, жаңағы айранымызды, және де 1 жұмыртқамызды, 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, сұйық массамызды жақсылап тұрып 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Қопсытқышымыз 10 граммдай, мен көз мөлшерімен қостым. Қопсытқышты қосып, және де електен өткізілген ұнымызды көз мөлшерімен азғантайдан салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 4-ке бөліп аламыз. Қамыр осындай жұмсақ, жабысқақ болып шығады, азғантай ұн сеуіп жіберіңіздер. Дайын болған қамырымызды жұқалап, домалақтап жайып аламыз. Өте жұқа етіп жайыңыздар. Ортасына дайын болған начинкамызды салып, қызып тұрған табада қызарғанша екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Газдың астын жай қоюды ұмытпаңыздар. Жай тұрған газда пісіріп аламыз. Сонда толыққанды шикі болмай пісіп шығатын болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сырдың ең сапалысын таңдаңыздар. Сонда дәмі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.